Сәлеметсіздер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін біз сіздермен сан есімдер туралы сабақ өтетін боламыз. Сегодня мы пройдем с вами урок про имена числительные. Сан есімдердің бірінші түрі есептік сан есімдер. Первый вид имен числительных называется количественные числительные. Олар қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Они отвечают на вопрос «Сколько?». Олар – это бірліктер, единицы 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ондықтар десятки 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Жүздіктер сотни 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000. Мыңдықтар тысячный 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 3000, 10000, 10000. Мысалы, например, 5 саусақ, 5 пальцев, 32 тіс, 32 зуба, 365 күн, 365 дней, 10 000 теңге, 10 000 теңге. Сан есімдердің екінші түрі реттік сан есімдер. Второй вид числительных – порядковые числительные. Олар нешінші деген сұраққа жауап береді. Они отвечают на вопрос который по счету. Реттік сан есімдер жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Порядковые числительные образуются с помощью добавления следующих суффиксов. Аншы, энші, аншы, нші. Олар бірінші, первый, екінші, второй, үшінші, третий, төртінші, четвертый, бесінші, пятый, алтыншы, шестой, жетінші, седьмой, сегізінші, восьмой, тоғызыншы, девятый, оныншы, десятый, 11-ші, 11-й, 35-ші, 35-й, 73-ші, 73-й, 90-ші, 90-й, 200-ші, 200-й, 484-ші, 484-й, 1000-ші, 1000-й және тағы басқалары и многие другие. Мысалы, например, 3-ші бет, 3-я страница, 8-ші наурыз, 8 марта, 50-ші мектеп, 50-я школа, 345-ші үй, 345-й дом, 2023 жыл, 2023 год. Сан есімдердің үшінші жинақтық сан есімдер. Третий вид имени числительного – собирательное числительное. Олар нешеу деген сұраққа жауап береді. Они отвечают на вопрос «Сколько?». Және де келесі жұрнақтар арқылы жасалады, а также они образуются при помощи следующих суффиксов «ау», «еу». Қазақ тілінде жинақтық сан есімдер тек жетеу ғана болады. В казахском языке собирательных числительных только 7. Олар они біреу, один или одно, екеу, двое, үшеу, трое, төртеу, четверо, бесеу, пятеро, алтау, шестеро және жетеу, семеро. Мысалдарды қарастырайық. Давайте рассмотрим примеры. Біреу келе жатыр, идет кто-то. Менің кітабым 4-еу, у меня 4 книги.
Ауыз біреу, ал құлақ екеу. Один рот и два уха. Олар үшеу. Их трое. Сан есімдердің төртінші түрі болжалдық сан есімдер. Четвертый вид имени числительных – предположительный или же приблизительный числительный. Олар қанша, неше, қай шамалы, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Они отвечают на вопросы сколько, примерно сколько. Олар төмендегідей төрт жолмен жасалады. Они образуются с помощью 4 предложенных путей. Бірінші түрі, первый вид, жұрнақтар жалғану арқылы, с помощью суффиксов. Лаған, леген, даған, деген, таған, теген. Лап-леп, дап-деп, тап-деп. Дай-дей, тай-тей. Екінші түрі, второй вид, көптік жалғау және жат септігінің жалғау арқылы, с помощью множественных окончаний и окончаний творительного падежа. Көптік жалғаулар лар-лер, дар-дер, тар-тер. Множественное окончание лар-лер, дар-дер, тар-тер. Септік, жат септігінің жалғауы да-де, та-те. Окончание творительного падежа да-де, та-те. Үшінші, келесі берілген көмекші сөздерін тіркесу арқылы. Следующее с помощью образования вспомогательных слов, таких как шамалы, шақты, қаралы, таман, тарта, жуық, жақын және тағы басқалары. Және соңғы жолы есептік сан есімдермен қосарланған сандар арқылы. И последний путь образования образуется с помощью удвоения основ. Енді әрбір жасалу жолына жеке-жеке тоқталсақ. Теперь давайте остановимся на каждом из предложенных видов. Итак, сонымен бірінші түрі, первый вид. Миллиондаған ақша, миллионы денег. 20 адам жиналды. Собралось около 20 человек. Үштен тұрды, стояли по трое. Екіншісі, второй вид. Жасы 25-терде, примерно 25 лет. Сағат 12-лерде, приблизительно к 12 часам. Үшінші жасалу жолы, третий вид образования. 6-ға жуық, примерно к 6. 40 шақты, около 40. 60-қа жақын, приблизительно к 60. Бірге таман, около часу. 3000-ға тарта, приблизительно к 3000. 70 шамалы, приблизительно к 70. Және соңғы төртінші жасалу жолы, а также последний, четвертый вид образования. 5-6 оқушы, 5-6 учеников. Екі-екіден санадық, считали по 2. 1-2 мысық, 1-2 кошки.